Сәлеметсіздер, бүгін біздердің әсер болады. Бүгінгі біздің сериалдың аты «Өзгерген қыз» деп аталым болады. Және өзгеретін қыз мына қыз болады. Бұл қыздың жасы 6-да. Ол мектепке бармаған, әлі де садикке барады. Бірақ садикте оны ешкім жақтырмайды. Неше біз пысақ. Қазір садикке бару керек. Мама! Не? Садикке бәлем. Бармайсың. Сен күнде садикке барар емессің бе? Садикке тек жұма күні барасың. Жүріп кеттік. Сукаң тасыда бар. Мама! Жылама менің көзімше. Маған мінезің осы қойды ғой. Достар, арада 10 жыл өтеді. Және бұл қыз мектепке әлі барады. Бұл қыз мектепке көп күн барып бермес, сол үшін жұма күні ғана барады. Бұл қызға операция жасалады, және ол көшеден ақша тауып алады. Тұрайын. Сабаққа барып келейінші. Табатым екен. Жатыр екен, тез барып келейін сабаққа. Қазір мен үйге келдіңізде, олар маған ұрсады. Сабақ қызу екен ғой. Әй қыз, не ұрсың сабаққа? Мен сабаққа барым келді. Қайдағы сабақ саған? Саған қақай білу керек. Біз сені сол үшін алып білесің ба? Бірақ мен сабаққа барым келеді. Шытырма маған. Кел бер сумкаңды. Бір ата бойсын қосамайсың. Бірақ сөйлеме. Маған мінезің ұрсы қойды қойыншы. Кетті қызым. Мама. Ау. Мен бұл түске жатам. Сен аяғы жатасашы. Ой. Мен кеттім подругама. Бұл не? Барлық ақша ғой. Мен тез кетім беріппін. Так, не қой білайды. Өзім үшін не боламын. Қазір көрейін. Қысамыз ба? Қысамызсың ма? Қайға барасыңызым? Мен Алматыға барайын деп едім. Алматыға жарайды апарып тастайым. Осыны ламбыртқа өткізуге болады. Ламбыртқа өткізген кезде бұны қанша ақша болады екен. Мына қоя берейін. Мысалы мына қояйын. Қазір тен батады. Атыма кеттім уже. Енді кішкене ұйықтап алайын.